Қазақ тілі мұғалімдері арасындағы семинар жұмысы осындай сергектік сәтімен басталды. Мұғалімдердің педагогикалық шеберлік деңгейін жетілдіру атты семинарға Теміртаудағы қазақ мектептерінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері жиналды. Бүгін міне біз оқыту қазақ тіліндегі қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімдеріне арналған мұғалімдердің педагогикалық шеберліктерін дамыту мақсатында семинар өткізіп жатырмыз. Бұл семинарға қала мектептерінің барлық қазақ тілі мұғалімдері қатысып отыр, қазақ тілінде оқытатын мектептердің. Және бұл семинарға біз Қарағанды облысынан Болашақ университетінен мұғалімдері шақырып отырмыз. Және Қарағанды мемлекеттік университетінің мұғалімдерін шақырып отырмыз. Бұл жерде педагогтеріміз, доцент, кандидат, профессорлар келіп отыр, өз тәжірибелерімен бөлісуге. Теміртаулық мұғалімдермен қатар семинарға Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетінің, Болашақ университетінің доценттері мен профессорлары дәрістер оқыды. Мәселен, Болашақ университетінің филология факультетінің доценті Шекен Жандос жиналғандарға ежелгі дәуір әдебиеті, жыраулар поэзиясы деген тақырыпта дәріс оқыды. Жалпы ежелгі дәуір әдебиеті дегеніміз бүкіл қазақ әдебиетінің ең ежелгі бастауы. Бұл кезеңді оқытқан кезде бізде ең басты ескеретін мәселе бұл тек қана біздің әдебиет емес, түркітектес халықтардың барлығына ортақ әдебиет болып есептеледі. Оның қамтитын кезеңі, жаңа мен айтып өткендей, біздің дәуірімізден бұрынғы 7-ші ғасырдан біздің заманымыздың 14-ші ғасырына дейінгі аралықтағы кезең. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінен де бір топ оқытушылар семинарға қатысып түрлі тақырыптарда дәрістер оқыды. Мұндағы мақсат жоғарғы оқу орны мен мектептер арасындағы пәнаралық байланысты дамыту. Бүгінгі күнде тіл білімі дамып келеді, түрлі салаларда қосылып жатыр. Соған орай тіл мамандарының арасында осындай семинарлардың өткізілуінде маңызы зор. Мен өз жеке басым морфология сөз жасам саласы бойынша, және тағы қасымызда 3-4 мұғалім бар, докторларымыз бар, профессорларымыз бар. Әділба Алмагүл деген келіп отыр, мәтін бойынша сұхбаттасуға. Сонан кейін Қазанбаева келіп отыр, Айнагүл кандидат наук доцент, ол кісі лексикология саласы бойынша. Және Зәмзагүл Нағашыбаева деген кісі келіп отыр, ол да кандидат наук доцент, синтакс маманы. Біз енді сіздермен жаңа келіп отырғанымыз осы мынау болашақта жалпы мектеп шәкірттеріне дұрыс білім беру бағытындағы сұхбаттасу, вуздағы, мына жоғары оқу орнындағы әртүрлі мәселелерді мектеп қабырғасын қалай өтіп жатыр. Жаңа қазір тіл білімі өсіп кетті. Көптеген салалар қосылып жатыр, көптеген пікірлер айтылып жатыр. Сол мектепте қандай көрініс беріп жатыр, және қандай көмек керек. Немесе керісінше, олардың қандай мұқтаждықтары бар, біз оны орындауға әрдайым дайын боламыз. Семинарда қалалық білім беру бөлімі ұйымдастырып отыр. Мамандар алдағы уақыттарда да осындай дәрістерді орыс тілді мектептердегі қазақ тілі пән мұғалімдері арасында да өткізуді жоспарлап отыр.